Қайырлы күн, әріптестер. Біздің болашақ мамандандырылған облыстық мектеп-интернатының жалпы облыс бойынша өзі 5 мектептің арасындағы серіктестік деп айтамыз ба? Немесе сіздердің тараптарыңыздан жіберілген ұсыныс деп айтамыз ба? Осы ұсыныстың арқасында бүгін мынадай онлайн форматта кездесіп отырмыз. Кездесуіміз нәтижелі болсын. Барлығымызға ортақ тақырып ғылыми жобаның жазылуы, жүргізілуі, жалпы қалай нәтижеге жетуге болады. Енді ғылыми жоба тек қана біздің мектепте емес, жалпы облыс бойынша сіздерде де жетістіктер баршылық. Сондықтан бұл бүгінгі кездесуімізді ортақ тәжірибе алмасу семинары деп, кездесу деп қабылдайық. Сізге сәттілік тілеймін. Баршаңызға рахмет. Так, әріптестер, 1 минут замрите. Мен скриншот жасап жатырмын да. Так, жақсы, рахмет. Рамазан, өзіңіз жалғастыра бересіз бе? Иә. Экран қосылды ма? Запускается. Қосылды ма? Қосылды. Жақсы. Ал бүгінгі құрметті әріптестер, бүгінгі біздің жиналып отырған себебіміздің бірі ол оқушылардың ғылыми зерттеу жұмысын ұйымдастырудың ерекшеліктерімен таныстыру болып отыр. Негізінен оқушылардың ғылыми зерттеу жұмысы бізде мектеп қабырғасында ол ғылыми жобалардан басталады. Бізде мектепте осы соңғы 5 жылда жыл сайын ғылыми жобалардың облыстық және республикалық деңгейінде оқушылар өте жақсы жетістік көрсетіп отыр. Олардың бір себебі ол негізгі себебі десек те болады, ол өзекті тақырыптармен ұсынылатын жобаларда практикалық бөлімдерге баса назар аудару болып отыр ұстаздардың. Осыған орай бізде 7-8 сыныптар арасында жылдың басынан бастап мектепте TEDx форматындағы ғылыми жұмыстарды қорғау жұмыстары жүргізіледі. Алдарыңызда мұнда суреттері берілген. Әр оқушы алғашында бізде бірінші айында 7-ші сыныптардан бастадық. 7А, Б, В сыныптары бізде әр оқушы өзі жеке тақырып таңдаған бейіндік пән бойынша, ол пән мұғаліміне жолығып, сол кісімен ақылдасып, яғни біздегі оқулықтағы бар программадан өзі қызыққан бір тақырыпты таңдап, сол бойынша шағын зерттеу жұмысын жасаған. Олардың зерттеу жұмыстары мұнда слайд түрінде олар қорғаған, негізінде бір 5 слайдқа дейінгі презентацияларын жасап, зерттеулерін осылай басқа оқушылардың алдында қорғап ұсынған болатын. Бұл жерде суреттерде негізінен 8-ші сыныптың оқушылары көрсетілген. Бұл жерде Баян Амина, мысалы 8-ші Б сынып оқушысы, ол орыс тіл пәнінен жазған. Ережепов Санжар, ол информатика пәнінен негізін олимпиадаға, ғылыми жобаларға қатысамын деп, жасанды интеллекттің артықшылықтары мен қауіптері жайында жазған. Және Жұмысов Аружан, биылғы жылы өзі де республикалық олимпиаданың 2-ші орын жүлдегері, өзінің тақырыбына қоса бұл жерде
сынып арасындағы ағылшын тілінен ғылыми жұмысын, осындай шағын ғана TEDx форматындағы ғылыми жұмысын таныстыру сәтінен суретін көріп отырсыздар. Енді бұл не үшін керек? 7-8 сынып оқушылары 8-11 сыныптарға арналған ғылыми жобалар сайысына қатысуға бұл алдыңғы бірінші қадам десек те болады. Олар ғылыми жұмыстың қалай жазу керек, оның қалай ұйымдастыру керек, яғни өздері жеке жұмыс жасауға тарту түрінде қарастырылған. Бірақ бұл жерде енді пән мұғалімі тек қана бағыт-бағдар беріп, тақырыбы бойынша ұсыныстар айтқан болатын. Қалған жұмысты енді оқушылар өздері жасап, презентацияларын жасап, өздері қорғап, осындай келесі жылы 8-9 сыныпқа барған кезде осындай ғылыми жұмыстарын басқа да тақырыптар таңдаймын, әлде осы тақырыбын жалғастыра ма, сол жайында жетекшілермен ақылдасып ғылыми жұмыстарын тапсырады. Бұл бір. Екіден 9-11 сыныптар енді олар уже осознанно дейміз ғой, олар осознанно өздері қажетті бейіндік пәнді таңдап жетекшілермен бірге жұмыстарын жазады. Енді ғылыми зерттеу жұмыстарының біздің мектептегі нәтижелеріне келетін болсақ, биылғы жылғы ғана нәтижені алып отырмын мен. 2024-2025 оқу жылында бізде облыстық ғылыми жобаға 15 жобамен 17 оқушы өткен болатын. Бірақ тапсырылған жұмыстардың саны 22 болған. 22 жоба тапсырылған, олардың 15 жобасы облысқа өткен. Енді облыстық деңгейді қарайтын болсақ, бізде жүлделі орындар: бірінші орында 3 жобамен 3 оқушы алған, екінші орында 5 жобамен 6 оқушы алған, және үшінші орында 5 жобамен 6 оқушы алған. Бұл жерде жұптық жұмыстарымыз да бар. Енді республикалық деңгейде, яғни осы облыстық кезеңнен кейін оқушылар пәні бойынша, яғни ғылыми жобалары таңдалған пәні бойынша, бағыты бойынша тестілеу жұмыстарына қатысады. Олар желтоқсан айының соңына қарай, яғни 19 күні болған болатын. Яғни сол тесттен тестілеудің 50%-нан жоғары алған оқушылар республикалық деңгейге өтуге тек қана бірінші туры ғой, кейіннен сараптамалық жұмыстан тағы да өтеді жұмыстар. Енді сол сараптамалық жұмыстардан кейін республикалық деңгейде бізде жаратылыстану математика бағытынан 3 жобамен 3 оқушы өткен, қоғамдық гуманитарлы бағытта 5 оқушы 4 жобамен республикалық деңгейге барған. Нәтижесінде енді республикадан бізде жаратылыстану математикалық бағытта 1 грамотамен оралған, және қоғамдық гуманитарлы бағытта екінші орын 1 оқушыда. Жаңа алдыңғы слайдта көргендей, Жунусова Аружан ағылшын тілі пәнінен 2-ші орынмен оралған, және 3-ші орынмен қазақ тілі әдебиетінен және орыс тілі және әдебиеті пәндерінен біреуі жұптық жұмыс, біреуі жеке жұмыспен 3-ші орынмен жүлделі болып келген. Енді бұл жерде негізінен біздің ғылыми жобалардың осындай деңгейде болғаны, менің ойымша, ол практикалық жұмыстардың болуында. Яғни жаңағы литературный обзор дейміз ғой, ондай литературный обзорға көбінесе қаралмайды, көбінесе, яғни практикалық жағына қаралады. Қандай пән болмасын, адамға бір какую-то пользу должен принести дейді ғой. Мысалы, мен өзім биология пәнінің мұғалімімін. Бізде практикалық жұмыста адамның өмірін жақсартатын немесе жеңілдететін бір нәрсе ойлап табу керек. Сол кезде сіздің жобаңыз ұтымды болады. Дәл солай, мысалы, ағылшын тілінен биылғы жылы орын алған, ол англицизм в городе Көкшетау болды тақырыбы. Ол жерде талдау жасағанда полностью магазиндерге, торговые такие вот точкалардың атауларындағы ағылшын сөздеріне зерттеу жасаған. Және бірнеше Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы университетпен, Көкшетау қаласының Шоқан Уәлиханов атындағы университеттермен тығыз байланыста болып, мақалалар жариялаған, және сол мамандармен, ағылшын тілі мамандармен бірлесіп, осындай зерттеу жасаған. Ал орыс тілі пәнінен онда да тақырыбы сөздердің, қазір есіме түсірейінші, жаңағы англицизмге де ұқсас, бірақ орысша атаулардың жаңағы тоже магазиндер мен нелердің,
торговый точкалардың атауындағы сөздердің құрылымына баса назар аударған. Қандай форматта құрылған, лексикалық жағынан, фонетикалық жағынан талдаулар жасалған болатын. Ал қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен орын алған жұмыстың тақырыбы ол Мәшһүр Жүсіп туралы болған. Бұл кісілер де макетін жасаған, ұсыныстар айтқан. Мәшһүр Жүсіп еңбектерін біз қалай бағдарламаға енгізе аламыз, не қай еңбектерінде, мысалы бүгінгі біртұтас тәрбие бағдарламасына сәйкес келетін, сол жерден қандай біз өзімізге бөліп, яғни көрсете алатын фрагменттермен солай келтіріп, сондай зерттеулерін жасаған болатын. Яғни осы жұмыстар биыл республикада орын алған жұмыстардың қатарында. Ал жартылыстану математикалық бағыттағы жұмыс, грамота алған, ол экологиялық бағыттағы жұмыс, яғни жұмыртқа қабығына екінші өмір беру деп айтуға да болады. Яғни сол жұмыртқа қабығынан оны перерабатывать етіп, жаңа әртүрлі вазалар, яғни дизайн интерьерге арналған әртүрлі әдемі заттарды жасап, сондай жұмыстарды көрсеткен. Сондай. Сұрақтарыңыз болса, если есть вопросы. Негізі, мен өзім ғылыми жоба жазған кезде, сондай адамның айтқандай өмірін жақсартатын немесе жеңілдететін бір заттарды ойлап тапсаңыздар, сол кезде жоба актуальный болады. Және бүгінгі күнде, мысалы, экологиялық мәселелерге қарасаңыздар, в основном жаңағы таза Қазақстан деген бағдарламаға сүйенетін болсақ, бұл жерде қалдықтарды қайта өңдеу, сондай мәселелер жиі көтеріледі. Сол себепті сондай тақырыптарға баса назар аудару керек. Негізінен әрине әр пәннің ерекшелігі әртүрлі болады. Сол себепті әр пән мұғалімі сондай бір жұмыстарды жүргізіп отыру керек. Сұрақтарыңыз бар ма? Рахмет, сұрақтарымыз жоқ. Қазір мен тағы да бір не жасай қояйын, Қазір бір минут. Демонстрациямен, наверное, да? Я осы демонстрациямен қазір побольше делаю несін. Болды, мен бірнеше жасап алдым. Сәлеметсіз бе? Қандай Мінәзбеков, Ақтөбе Рамазанова, үлкен рахмет сіздерге. Енді біз барған кезде сіздерге жоғып кетсек болады ғой, да? Иә. Енді түсіндік, енді қалай ендіге деп. Біз тақырыптарды таңдау деген кезде қалай болады екен деген. Енді тақырыптарды таңдау кезінде енді барма Ақтөбе Рамазановаға пользамен болу керек енді. Жай жазып қоя салмай, енді қайда қатысу, қайда қолдану деген ретінде солай болып та қоямыз. Солай түсініп отырмыз. Жақсы, рахмет сіздерге. Енді сұрақтарымыз болса, тағы хабарласамыз. Әрине, рахмет. Жақсы, рахмет.